Достар, әңгіме басталмас бұрын каналға жазылуды сұраймын. Рахмет. Қызы сыбырлап айтты. Оның да дәл анандағыдай меңі бар екен. Сол сәтте миллионер бәрін түсінді. Тағдыр оған сұмдық шындықты ашты. Егер бір сәтте бәрінен айырылсаң не болады? Аты жөніңнен, үйіңнен, отбасыңнан, өткен өмірімнен. Егер сені ресми түрде өлді деп таныса, ал сен тірі жүрсең, бірақ кім екеніңді білмесең ше? Әңгімені бастамас бұрын бүгін бізді қай қаладан көріп отырғандарыңызды пікірге жазыңыздар. Егер бір күні оянғанда бұл дүниеде ешкім сені атыңмен атамаса, бұл сенің өлгенің бе? Кейде оған ер адамның даусы түсіне кіретін. Даусы нық, бірақ мазасыз. Ол оны атымен шақыратын, бірақ ол есімді өзі білмейтін. Кейде біреу есікті қағып жатқандай сезіммен суық терге малынып оянатын. Бірақ дала бос болатын. Тек жел перделерді тербеп, теңіз терезе түбінде түнгі дұғасын сыбырлайтын. Ол өзін ай сәуле деп атайтын. Бұл атты оған жаңбырлы нөсерден кейін бір апта өткен соң осы шағын қалаға келген мейірімді көзді әйел Мариям қойған еді. Ай сәуле ауырсынусыз жүре алмай, бәрін ұмытып жүрген кезде оны дәл осы Мариям әкелген. Ай сәуле өзінің қызы бар екенін білетін. Қызының аты Айлин. Жасы 8-де. Қыздың көзінен жағалау көрінетіндей, ал толқыған кезде саусақтарын біріктіріп қоятын әдеті бар еді. Дәл Ай сәуленің өзі секілді. Немесе біреудің. Ай сәуле кафеде жұмыс істейтін. Қонақтар лимон қосылған шай сұрайтын. Ол күлімсірейтін. Күлімсіреу оның сауытына айналған. Ешкім оның қайдан келгенін сұрамайтын. Адамдарға бәрібір еді. Бірақ кейде бір түс қайта-қайта келетін. Түсінде ер адам айқайлайтын. Көлік жаңбырдан кейінгі дымқыл жолмен зымырайды. Соққы, аударылған шындық. Түбі жоқ құдыққа құлағандай қараңғылық. Бұл таңда әдеттегідей басталды. Ай сәуле кафені әдеттегіден ертерек ашты. Дауыл артынан шашылған ыдыстарды, табалдырықтағы қоқысты, аяқ астында сықырлаған тақтайларды қалдырған еді. Айлин әлі ұйықтап жатқан. Мариям әдеттегідей жаңа піскен нан әкелді. Артық сөзсіз. Түс көрдің бе? Деп сыбырлай сұрады ол. Ай сәуле басын изеді. Сол баяғы. Мариям күрсініп, оның мойнындағы шарфын түседі. Бәр жақсы болады. Ең бастысы тыныста. Сен осында тұрғанда қауіпсіздесің. Ай сәуле сөренің артына отырып шүберекті қолын алды. Есік сыңғыр етіп ашылғанда ол бірден басын көтермеді. Тек айналаның бәрі тына қалғандай болған сезгенде ғана көзін көтерді. Теңіз демін ішіне тартып қалғандай, ауа өзгеріп кеткендей ішке екеуі кірді. Бірі жасы 50-лер шамасындағы, жүзі тастан қашалғандай қатал ер адам. Екіншісі бойшаң, жас жігіт, жүзінде өткірлік пен тірі жанар бар. Оның бойындағы бір нәрсені Ай сәуле бірден сезді. Жігіт оған қарады да, сәл кідіріп, оның қолына көз салды. Білегінде жартай пішіндес мең бар еді. Ай сәуле қолын дереу поднос артына жасырып үлгерді. Жігіт көзін алмады. Кешіріңіз, деді ол бәсең дауыспен. Сіз бұл жерде көптен бері жұмыс істейсіз бе? 8 жылдай, деп жауап берді Ай сәуле. Неге өтірік айтқанын өзі де білмей. Ол нақты қанша жыл өткенін білмейтін. Ол жай ғана өмір сүріп жүрді. Ер адам үндемеді. Үстелге отырып керезеге қарады. Ол оны танымады ма? Әлде танығысы келмеді ме? Белгісіз. Ай сәуле оларға шай әкелді. Жігіт кесені қолын алған кезде сенімсіз жымиып, менің атым Қалел, деді. Бұл есім оның ішінде сыңғырлап кеткендей болды. Тот басқан ілгегі бар ескі есікті қозғағандай әсер етті. Бірақ ол сыр білдірмеді. Танысқаныма қуаныштымын, деді ол. Менің атым Ай сәуле. Қалел көзін алмай қарап тұрды да, ақырын ғана. Білесіз бе, менің анамда да дәл осындай мең болған. Дәл сол жерде, деді. Олар кеткен соң Мариям ас үйден шықты. Ай сәуленің өңі қашып кетті. Бұл сол адам, деді ол басын изеп. Мариямның кімді меңзегенін Ай сәуле анық білмесе де, іші сезді. Бұл оның қашып жүрген,
артта қалдырғысы келген өткен өмірінен біреу еді. Олар қайта оралды, деді Мәриям сабырмен. Демек, уақыт келді. Қандай уақыт? Деп сұрады Айсәуле. Бірақ жауабын бүгін естімейтінін жүрегі сезіп тұрды. Кешке Айлин терезе алдында сурет салып отырған кезде, Айсәуле жәшіктің түбінен ескі қорап тауып алды. Оны бұл жерге Мәриям әдейі қалдырған еді. Қораптың ішінде бір әйелдің суреті жатты. Әйел тура камераға қарап, жылы жымиып тұр. Білегінде сол бір танысымен. Айсәуле өзіне қатты ұқсайтын, бірақ бөтен көрінетін жүзге ұзақ қадалды. Сол сәтте Айлин суретін ұстап жанына келді. Анашым, сен бұрын басқа адам болғансың ба? Айсәуле түнде көз іле сала, түстер бірден оралды. Бұл жолы ол бұрынғыдан да анық көрді. Қымбат костюм киген ер адам, қатты дау, жанды жаралаған ауыр сөздер, кейін теңіз және бір дауыс. Кәусар, кетпе. Ол бұл қалада неге қалғанын өзі де білмейтін. Бірақ оны кафенің ішінде көрген сәтте, ішіндегі бір нәрсе сың етіп орнына түскендей болды. Ескі құлыпқа кілт дәл келгендей. Қалел қонақ үйдің терезесі алдында отырып, жағалауға қарап отырды. Әкесі әлде қашан кетіп қалған. Нариман бұл қалада бір күннен артық қалғысы келмеген. Өйткені бұл жер тым ауыр естеліктерге толы. Алайда Қалел қалғысы келіп қалды, деді ол. Шындығында, оның ойынан кафеде отырған әйел кетер емес еді. Оның көзқарасында, кесені ұстаған қимылында, сол қолын қалай жасыратында бір сыр бар еді. Білегіндегі мен, дәл анасының меніндей. Ал дауысы, бұл дауыс оған бұрыннан таныс сияқты, өте ерте кезден, балалық шағынан, басқа бір өмірден. Қалел ноутбегін ашып, іздеу жүйесіне жазды. Кәусар Мырзабек. 10 жыл бұрын жоғалған. Ол сол күнді кешегідей есінде сақтайды. Анасы көріппен шығып кеткен. Кейін бірақ ауыз сөз айтылды. Жол апаты. Денесі табылмады. Бірақ ресми түрде қайтыс болды деп жарияланды. Ол кезде Қалел бала еді. Ересектердің айтқанына сенді. Жылдар өте сұрақтар пайда болды. Неге анасының телефоны қаланың басқа шетінен табылды? Неге тас жолдағы бейнежазба жоғалып кетті? Неге өгей әкесі Болат істі тым тез жабуға өзі талап етті? Қалел ноутбегін жапты. Пальтосын киіп, кешке қарай қайтадан кафе жаққа беттеді. Бұл уақытта келушілер аз болатынын ол жақсы білетін. Айсәуле сондай еді. Үстелдерді сүртіп жүр, ал Айлин терезе түбінде сурет салып отыр. Кешіріміз, деді Қалел. Бір сәл оғаш сұрақ қойсам бола ма? Айсәуле бұрылды. Күлгендей болды. Бірақ күлкісі жасан деді. Сұрай беріңіз. Сіздің отбасыңыз бар ма? Ата-анаңыз ше? Қай жақтансыз? Айсәуле сәл кідіріп қалды. Сосын сабыр сақтап жауап берді. Астана маңында бір жерде туғанмын. Ата-анамды есіме түсіре алмаймын. Көп жыл бұрын жол апатына түскенмін. Есімнен айырылу. Мен білетінім осы ғана, деді Айсәуле. Қалел жұдырығын қысып жіберді. Бәрі тым қатты сәйкес келіп тұрды. Ал қызыңыз ше? Деді ол, басын терезе түбінде отырған балаға бұрып. Айлин, менің күнім. Ол осы жердегі ауруханада. Мен келгеннен бір жыл өткен соң дүниеге келді. Кешіріңіз, деді Қалел аз ғана үнсіздіктен кейін. Сіз өзге біреу болуыңыз мүмкін деп ойлап көрдіңіз бе? Айсәуле басын шайқады. Мен өткенімді іздемеймін. Ол мені 10 жыл бойы іздеген жоқ. Демек, біздің жолымыз бір емес. Қалел үнсіз басын ізеді де сыртқа шықты. Бірақ сол сәтте-ақ түсінді. Енді ол бұл қаладан кетпейді. Келесі күні Қалел көрші қалаға жол тартты. Онда бір кезде Мәриям жұмыс істеген, отбасының ескі үй қызметшісі. Анасы жоғалғаннан кейін ол жұмыстан шығып бұл жаққа көшіп кеткен. Ол кезде ауырып қалды деген сөз тараған. Қалел оның мекен жайын тауып, есігін қақты. Қалел, деді Мәриям оны көргенде. Есейіп кетіпсің. Қалел не істерін білмеді. Неге кеттіңіз? Неге бәрінен жоғалып кеттіңіз? Деді ол. Анаңды құтқару үшін, деп байыппен жауап берді Мәриям. Сені де. Ол Қалелді үйге кіргізді, шай қойды. Сосын бір қорап әкелді.
Ішінде күнделіктер, ескі суреттер және сарғайған конверт бар еді. Мұны ол өзіне жазған, деді Мәриям. 3-ші аптада. Есі сәл жиыла бастағанда. Болашақтағы өзіне. Қалел хатты ашты. Анасының қолтаңбасы. Егер сен мұны оқып отырсаң, демек сен менсің. Немесе менің бір бөлігімсің. Менің атым Кәусар. Мен біреудің жары болдым. Ең бастысы ана болдым. Бірдеңе болды. Көлік, дауыстар, ауырсыну. Егер еске түсіруден қорқып жүрсең, біл, шындық қорқыныштан күшті. Егер кімдерді сүйетініңді ұмытып қалсаң, саған жылылықпен қарайтындардан баста. Сенің балаң бар. Оның аты кім екенін білмеймін. Бірақ сен оның анасың. Ал ана жүрекпен бәрін ұмытпайды. Қалел хатты қолында ұстап тұрды. Кеудесі қысып, демі тарылды. Ол Мәриямға қарады. Ол Айсәуле. Ол анам. Бірақ өзі мұны білмейді. Егер бәрі дер кезінде ашылмаса, ол сынып кетуі мүмкін, деді Мәриям. Немесе олар қайта келеді. Олар кім? Деді Қалел. Болат пен Диана. Қалел кешке қарай қайтадан қалаға оралды. Маяққа көтеріліп, төмендегі жағалауға қарады. Төменде Айсәуле көк пальтосын киіп, Айлинмен бірге келе жатты. Екеуі күліп отыр, бақытты көрінеді. Қалел қалтасынан ескі суретті шығарды. Өзі 5 жаста, анасының тізесінде отыр. Анасының қолында балабақшада өзі жасаған білезік, жіп пен моншақтан. Ол білезікті де қалтасынан алды. Оны жылдар бойы сақтап келген білезігі. Ертең көрсетеді. Бірақ оған дейін ол сол апатта не болғанын білуі керек еді. Неге денесі табылмады? Неге тас жолдағы жазбалар жоғалды? Және сол күні шын мәнінде кімнің ізі қалған? Қалел күнделіктің беттерін парақтай берді. Онда бәрі бар еді. Жарақаттардың сипаттамасы, жүктіліктің жағдайы, алғашқы сөздер, қорқыныштар, түстер. Бір бетінде ерекше жазба көзге түсті. Ол түсінде бір есімді қайта-қайта айтады. Қалел. Кейде менің ұлым бір дауыс еститінін айтады. Анашым деп шақырады екен. Оянады да ұмытып қалады. Қалел күнделікті жауып қойды. Кеудесі тарылып кеткендей болды. Демек, мен оған түсінде кіріп жүргенмін, деді ол баяу. Әрдайым, деді Мәриям. Ол жүзді, дауысты ұмытуы мүмкін, бірақ сүйіспеншілікті ешқашан ұмытпады. Сол кезде Айсәуле жағалауда отыр еді. Айлин құмнан қамал салып ойнап жатқан. Кенет қыз басын көтеріп: Анашым, менің бұрын ағам болған ба? Деді. Айсәуле селк ете қалды. Неге олай ойладың? Маған бүгін түс кірді. Онда бір бала болды. Ол қолынан ұстап: сен менің қарындасымсың, мен сені табам, деді. Сосын ғайып болды. Қызының сөздері Айсәулені күйдіріп өткендей болды. Денесінен электр тоғы өткендей сезінді. Бұл жай ғана түс, деді ол, сенімсіз сыбырлап. Бірақ санасында бір ой жарқ етті. Қалел, түстегі есім. Өзінің сандырағында айтып жүрген есім. Сол кеште Қалел қайтадан кафеға келді. Қолында ескі сурет пен балаларға арналған білезік. Айлин пергенің арғы жағына кеткенде ол жақындады. Сізбен сөйлессем бола ма? Мен қаламайым, деді Айсәуле. Өтінемін, бір-ақ минут. Ол суретті ұсынды. Суретте әйел, ер адам және кішкентай бала. Әйел Айсәуленің тура өзі, тіпті білегіндегі менге дейін анық көрінеді. Қалел суреттің жанына түрлі түсті жіптен тоқыған білезікті қойды. Мұны мен бала кезінде жасағанмын. Ол үнемі тағып жүретін. Жоғалып кеткенше. Айсәуле білезікті қолына алды. Ішінде бір нәрсе дір ете қалды. Өткір естелік, айғай сияқты. Бала оған қолын созып тұр. Анашым, сен әдемісің. Бұл саған. Айлин бүгін менің ағам болған ба деп сұрады, деді Айсәуле сыбырлап. Маған бір бала түсіме кірді. Ол мені мама деп атады.
Қалел тамағына тығылған түйінді әрең жұтты. Өйткені сен менің анамсың. Сәл кейінірек Мәриям келді. Айсәуленің қолындағы білезікті көре сала бәрін түсінді. Саған кім екеніңді білетін уақыт келді. Мен білемін, деді Айсәуле. Немесе білуге жақынмын. Онда тыңда. Сенің шын атың Кәусар Мырзабек. Сен Нариманның жары болдың. Қалелдің анасысың. 10 жыл бұрын сен жоғалып кеттің. Болат пен Диана сенің өліміңді қолдан ұйымдастырды. Өйткені сен корпорациядағы қаржылық алаяқтықты біліп қойдың. Олар сені өлтірмек болды. Бірақ сен тірі қалдың. Мен сені ауруханадағы бір танысым арқылы таптым. Басқа атпен, жүкті күйінде, ес-түссіз. Айсәуле үнсіз отырды. Кек көрші бөлмеден Айлиннің әлдебір әуенді ыңылдап айтқан естілді. Демек, Айлин Нариманның қызы, деді ол ақырын. Мәриям басын изеді. Сен оны осы жерде дүниеге әкелдің. Мен көмектестім. Ешкімге тіс жармадың. Қалел анасына қарады. Мен сенің тірі екеніңді білмедім, деді Қалел баяу. Бірақ осы уақыттың бәрінде сезіп жүрдім. Айсәуле көзін төмен салды да сыбырлап айтты. Маған қорқынышты. Егер бәрін есіме түсірсем, көтер алмай қалам ба деп қорқамын. Сен қазірдің өзінде көтеріп жүрсің, деді Қалел. Тек өзімді тыңда. Түнде ол шошып оянды. Жүрегі қатты соғып тұрды. Түстер тым шынайы бола бастады. Көлік, Болаттың даусы, айғай, құжаттар, ақша, келсін. Сосын қараңғылық. Және бір дауыс. Кәусар, оян. Сен оларға керексің. Өзіңе керексің. Ол орнынан тұрды. Айнаға жақындады. Көп жылдан бері алғаш рет даусын шығарып айтты. Менің атым Кәусар. Дәл сол сәтте бәрі есіне түсті. Кейде шындық айқайламайды. Ол үнсіз күтеді. Құжаттарда, ұмыт қалған есімдерде, сөзбен емес, ауырсынымен оралатын естеліктерде. Бірақ оны бір рет естісең, енді одан теріс айнала алмайсың. Кәусар таң атпай оянды. Әлем өзгеріп кеткендей еді. Ауа қою, бөлме тар. Айлин қасында бір сүт ұйықтап жатыр. Кәусар. Енді ол Кәусар. Ол терезе алдына отырып көкжиекке қарады. Аты қайта оралды. Ал онымен бірге жүздер де келді. Болат, Диана. Олардың дауыстары, олардың қорқынышы, оның не білетіннен, не айтып қоя қалатыннан. Естеліктер толқын-толқын болып келді. Ол күйеуінің Нариманның кабинетінде отыр. Қолында құжаттар, қолтаңбалар, аударымдар, бөгде есеп шоттар. Бір қарағанақ жеткілікті болды. Нариман не бұл іске араласқан, не біреудің қолындағы ойыншық. Айқай, Болаттың қатқыл даусы. Сен бәрін қотып аласың. Балаң бар. Соның болашағын ойла. Сосын жол. Жалғыз сапар. Соққы. Фараның сары жарығы. Шынының быт-шыт сынған даусы. Және тыныштық. Осы кезде Қалел таңнан бері бір адаммен кездесуді күтіп жүрді. Жеке детектив, бұрынғы тергеуші. Байланыстары арқылы ол 10 жыл бұрынғы жабық іске қол жеткізген. Қызық жағдай, деді детектив папканы үстелде қойып. Ресми нұсқа бойынша жол апаты. Әйел қаза тапқан. Бірақ денесі табылмаған. Іс кімнің бастамасымен жабылды деп ойлайсың? Деді ол күле қарап. Болаттың. Ол кезде ол сенің әкеңнің сенімді адам болған. Арнайы арыз жаздатқан. Кәусар отбасылық қиындықтарға байланысты өзіне қол салуы мүмкін деген нұсқаны тықпалаған. Куәлардың сөзін өзгерткен. Істі 3 аптада жапқан. Ал бейне жазбалар ғайып болған. Оқиға болған күні 2 камера жұмыс істемей қалған. Бірақ бір күзетші 1 айдан кейін жалақысы 2 есе көп қызметке ауыстырылған. Қалел тісін қарсып отырды. Дәлел бар ма? Әзірге жанама ғана, деді детектив. Бірақ істі қайта ашуға жеткілікті. Әсіресе тірі куә
немесе жәбірленуші табылса? Қалел терезеге қарады. Дауысы анық, нық шықты. Менің анам тірі. Ол бәрін есіне түсірді. Осы кезде қалаға Болат пен Диана келіп жетті. Олар Кәусардың бәрін есіне түсіргенін білмеді. Бірақ Қалелдің жоғалып кеткенін білді. Бұл оларды қатты алаңдатты. Ол бірдеңеден күдіктеніп жүр, деді Диана көліктен түсе сала. Біз Мәриямнан барлық материалдарды алып кетуіміз керек. Ол бірдеңені сақтап қалуы мүмкін. Онымен мен айналсам, деді Болат. Ал егер Кәусар тірі болса, оны бірінші табу керек. Сол күні Кәусар жағажайда Қалелмен кездесті. Қалел құм үстімен оған қарай келе жатты. Қолында құжаттарға толы папка. Есіңе түсті ме? Деп сұрады ол. Иә, бәрі. Қалел қасына отырып папканы ашты. Құжаттар, есеп-шоттар, жалған есептер. Сен ол кезде мұның бәрін көрдің бе? Толығын емес, бірақ ең маңыздысы жадында қашалды. Олар ақшаны банк арқылы өткізді. Жалған мәмілелер жасады. Мен мұның бәрін Мариманға айтпақ болдым. Бірақ Болат біліп қойды. Қорқытты. Егер аузыңды ашсаң, Қалелге зиян келеді, деді. Ол сені өлді деп ойлады, деді Қалел. Ал қазір олар тоқтамайды. Кешке Мәриям оралғанда, үшеуі бәрін алдын-ала дайындауға келісті. Кәусар бейнеүндеу жазды. Кім екенін, қалай аман қалған, кімді айыптайтынын ашық айтты. Көп ұзамай Қалелдің адвокаты жазбаны прокуратураға жолдады. Бірақ Болат ресми әрекетті күтпеді. Сол түні ол Мәриямның үйіне басып кірді. Есік сынған. Үрейлі үнсіздік. Диана телефонын дайындап тұр. Қайда ол? Деп ысқырды Болат. Сол сәтте қараңғылықтан дауыс естілді. Кәусар бөлмеден шықты. Қолында Айлин, қасында Қалел. Елестермен ойнауды бітірдіңдер ме? Деді Болат мысқылдап. Бәрін есіңе түсіргеніңді білеміз. Бірақ 10 жылдан кейін саған кім сенеді? Қалел оның алдына флешканы қойды. Прокуратура қазірдің өзінде сеніп отыр. Болат күлді. Бірақ Диананың өңі қашып кетті. Егер мұның жартысы да ашылса, бәрі бітетінін ол білді. Кәусар алға бір қадам жасады. Сендер мені өшіргілерің келді. Бірақ мен жоғалған жоқпын. Сынған жоқпын. Мен кек алу үшін емес, шындық үшін оралдым. Сен ештеңеге қол жеткізе алмайсың, деп ысқырды Диана. Мен қол жеткіздің де, деді Кәусар. Мен қайтадан балаларыммен біргемін. Ал сендер жалғыз қаласыңдар. Келесі күні үйге полиция келді. Мәриям оларға күнделіктердің түпнұсқасын, медициналық жазбаларды және хаттарды тапсырды. Прокуратура іс қозғады. Болат пен Диана қамауға алынды. Олар кеткен соң, Кәусар ұзақ уақыт терезе алдында тұрды. Сосын Мәриямды құшақтады. Сен менің өмірімді құтқардың. Айлиннің де. Мен тек істеуім керек болған нәрсені жасадым, деді Мәриям. Сен жарық едің. Ал жарықты өшіргісі келгендер әрқашан жеңіле береді. Өйткені жарық қайта оралады. Бір аптадан кейін Нариман келді. Есіктің алдында тұрып қалды. Кіргеннен қорқатындай. Бұл сенсің бе? Деп сыбырлады ол. Кәусар қарсы шыққанда. Мен өзгердім, деді Кәусар. Бірақ иә, бұл менмін. Нариман тізерлеп отырып Айлинді құшақтады. Мен білмедім. Кешір, мен ештеңе білмедім. Кәусар Қалелге қарады. Ол басын изеді. Бәрі бекер болмаған. Адам аты жөнінен, үйінен, тіпті жадынан айырылуы мүмкін. Бірақ егер сүйіспеншілік қалса, бәрін қайта табуға болады. 10 жыл өтсе де, кеш сияқты көрінсе де. Үйге тыныштық қайта оралды. Бұрынғыдай қысым емес, жылы, жайлы тыныштық. Кәусар дәлізбен жүріп келе жатып, саусақтарын қабырғаға тигізді. Бәрі таныс, әрі жаңа еді. Ол қайта туғандай болды. Бірақ бұл жолы өткен өмірінің жадымен. Бұл елес сияқты емес, өзін сынықтардан қайта құраған адам сияқты еді. Қалел қағаз толы қораптарды жинап жүрді. Прокуратура куәлік беруге шақырған. Іс ерекше тәртіппен қаралады, деді ол. Саған куә ретінде қатысу керек, анашым. Кәусар жұмсақ жымиып қойды. Мен барам. Үнсіз өткен сол жылдар үшін
Сен үшін, Айлен үшін. Болат пен Диана қамауға алынды. Мәриямның куәлігі, жеке тергеудің материалдары, Кәусардың құжаттары, бейне жазба, бәрі бір жерге жиналды. Айып ресми түрде тағылды. Алаяқтық, адам өлтіруге оқталу, дәлелдерді қолдан жасау, куәгерге қысым көрсету. Журналистер шу көтерді, айғайлаған тақырыптар. Өлді деп саналған әйел қайта оралып, қастандықты әшкереледі. 10 жылдық үнсіздік. Кәусар Мырзабектің тарихы. Бірақ Кәусар экрандардан қашқақтады. Ол кек алғысы келмеді. Ол өмір сүргісі келді. Нариманмен бәрі күрделеді. Көзқарастарында айтылмаған сөздер, кінә, ауырсыну. Мен білмедім, деп қайталай беретін ол. Болат мені сен қаза таптың деп сендірді. Ал мен жоғалмасам да, деді Кәусар сабырмен. Сен бәрібір сенбес едің, сұрай бастар едің. Ал ол соны қаламады. Нариман үнсіз қалды. Сосын ғана. Мен мінсіз болмадым. Бірақ сені күнде сағындым, деді. Кәусар басын изеді. Ашуы жоқ еді. Ол өткенде өмір сүрмейтін. Айлен, сенің қызың, деді ол. Нариманның даусы дір етті. Мен сезетінмін, оған қараған сайын. Барлығы әшкере болған соң, Кәусар ресми түрде қайта оралуға мүмкіндік алды. Құжаттарым қалпына келтіруге, аты жөнін, жеке басын. Бірақ шенеунік сұрағанда ол былай деді. 2 есімді қатар жазуды сұраймын. Кәусар, туған атым. Айсәуле, аман қалған атым. Бірі мені өмірге келді. Екіншісі, өмірімді сақтап қалды. Қалада өзгерді. Бұрын оны жай ғана даяшы ретінде көргендер енді басқа көзбен қарайтын болды. Бірі құрметпен, бірі күмәнмен, бірі алғыс айтып. Мәриям олардың үйіне көшіп келді. Айлен енді оны әже деп атайтын. Бір айдан кейін үй іші думан деді. Кәусар ас үйде тамақ дайындап тұрды. Айлен көрші бөлмеде пианинода ойнап отыр. Қалел ас үйде бірдеңе оқып отыр. Анашым, естідің бе? Деді ол кенет. Мен заң факультетіне түскім келеді. Сен сияқты адамдарды қорғағым келеді. Үндемек болғандарды тұншықтырғысы келгендерге қарсы. Сен онсыз да қорғадым, деді Кәусар жымиып. Сен мен таптың. Нариман дерлік күнде келіп жүрді. Айленмен қарым-қатынаста асықпай, біртіндеп тұрып жатты. Басында қыссақ қарайтын, бірақ бір күні жүгіріп келіп, әке, батпырауықты қалай ұшыруды көрсетесің бе, деді. Нариман сәл қыдырып қалды. Сосын жымиып, әрине, көрсетемін, деді. Бірде Кәусар тағы да түс көрді. Бірақ бұл жолы қорқыныш жоқ еді. Кек теңіз. Балалық шағындағы Қалел. Айлин батпырауықпен жүгіріп жүр. Мәриям күліп тұр. Жарық, тыныштық, өмір. Ал ішіндегі дауыс сыбырлады. Сен жай ғана аман қалған жоқсың. Сен елес болып емес, от болып қайта оралдым. 1 жыл өтті. Жағалауда отбасы жиналып, ортақ суретке түспек болды. Аспан ашық, күн жылы. Айлин қолында нота ұстап тұр. Енді ол музыка оқып жүр. Қалел университетке түсуге дайындалып жүр. Кәусар жүкті. Қасында Нариман. Өғына қолын жайлап қойып тұр. Ал сәл артта, әдетінше көлеңкелеу тұста Мәриям. Сенімді, үндемейтін, әрқашан бар. Күліңіздер, деп дауыстады фотограф. Олар объективке қарады. Сол сәтте Кәусар ойлады. 10 жыл мәңгілік емес. Ең бастысы, біз енді біргеміз. Полкымдар жағаға жайлап соғылды. Жел тыныш еді. Өмір өз арнасына қайта түсті.